Кырым С-400 ракеталарына феда этележекмі. Түркиядегі Кырым татарлары Түркия Жемхуриятының Авропа Шурасы парламент ассамблеясына Русия делегациясының қайтарылмасына қол тұтқаныны тенқит еттілер. Еске шерде бұна бағышланған Түркия С-400 ракеталарына сатын алмақ үшін Кырымны феда етмеге азырма адлы матбуат конференциясы кешірілді. Түркиядегі Кырым татар диаспорасы темселжилерінің фикрінже тамам бу Түркия мебюслерінің рейбирования себеп олды. Фуалер Түркия башлықларына иқтисадин мен фаатларға бақмадан Кырым татарларының тарихи ве меддени бақ аққында тұшынмегеве. Кырымда яшаған аға қардашлары тақдерлері үшін озуне месулиет алмаға чағырuvda bulundular. Maalesef birçok kişinin alınmış olan bu karardan ve bu kararın neler getireceğinden haberi yok. Kamuoyunda çok fazla tartışılmadı, duyurulmadı. İşte biz bugün özellikle bunu duyurmak istiyoruz. 2020 yılının Nisan ayında göreceğiz ki Avrupa Parlamentosu Meclisi'nde Rusya ve Ermenistan çıkıp Ermeni soykırımından bahsedip Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi sıkıştırmaya kalkacaklar. Ve Türkiye altın tepsi içinde maalesef Rusya'nın eline oy kullanabilme, böyle kararlar alabilme hakkını verdi. Июньнің 25-шіне кечергежесі Авропа Шурасы парламент ассамблеясы халқара мечбүриетлерінің еріне кетірмеден Русия Федерациясы делегациясының кері қайтарылмасы қандақ қарарына қабыл етті. Қарарға 118 мебюс қол тұтты, 62 мебюс қаршы чақты 10 битараф қалды.